Достар, сәлем. Қалааралық тапсырыс жасадым. Бір қателік жіберіп алдым мен. Осындай қателікті сіздер жасамас үшін айта кетейін. Барарда Екібастұз қаласына бардым. Астанадан жақсы бардым. Төленді, бонусы барлығы келді. Бірақ адам отырды. Қалған адамдарға Яндекс өзі бонус ретінде төледі. 16 мың теңге шықты. Сосын қайтар тапсырысқа біреу келді бірден. Соны қабылдадым. Біраздан кейін одан бас тартты, ол адам барғысы келмей. Содан кейін келесі тапсырысты қарадым да, келесі тапсырысты қабылдадым. Оған дейін 1,5 сағат уақыт бар екен. Сол 1,5 сағат уақытты күттім. Тура ауласына келдім батырмасын басып. Содан кейін бір 10-15 минуттай күткеннен кейін жаңағы адам бас тартты. Неге бас тартты? Онысын білмеймін, хабарласып көрдім, көтермеді тұтқаны. Мен қателік жасап алдым. Сол қабылдаған кезде қолма-қол ақшамен төлеу тұрды, 22 мың тұрды, қалғаны тағы да бір тапсырыс тұрды. Сол уақытта ол жерде 2 адам, бірақ картамен төлеу тұрды. Соны алу керек еді маған. Себебі біреуі бас тартса, әйтеуір екіншісін алып кетем ғой. Қалғанын Яндекс төлейді. Ал мұнда бір адам болды, ол бас тартты да, мен тапсырыс қалдым, түн болып кетті да, артқа бос қайттым. Сондықтан қазір скриндардың барлығын көрген шығарсыздар, салдым. Осындай қателік қайталамаңыздар.